Жаңа айтқандай қырғыз жерінде бағы мен бабын сынайтын отандастарымыздың сайысқа дайындығы қызу, арнай барып, спортшылармен тілдесіп, дайындық барысын көріп қайтқан әріптесімнің бейнематериалына әзер салайық. Бір жарым айдан кейін Қырғызстан төрінде 6-шы дүниежүзілік көшпенділер ойындарының жалауы желбірейді. Жарыс 43 спорт түрінен өтеді. Отандастарымыз соның барлығына қатысып, өнер көрсетуді жоспарлап отыр. Сәйкесінше қазірден ұлттық құрама жасақталып, бірнеше кезеңнен тұратын оқу-жаттығу жиындары басталып кетті. Оқу-жаттығу жиындарының көбісі таулы жерлерде өткенін қалап отырмыз. Ат спорт түрлерінен өйткені Қырғызстан мен жаңағы жергілікті жағдайы бейімделуге оңайлау болсын деп. Аударыспақ спортынан 6 салмақ дәрежесінде спортшылар уже іріктеліп алынды. Теңгелу спортынан бұл жаңа көшпенділер ойынының жаңа ережесіне сәйкес бір спортшы деп отырмыз. Бір спортшыны анықтап іріктеп алынды. Яғни 2 спорттық атта іріктеліп алынды. Олар да дайындығын осы тамыз айында бастап, соңғы дайындықпен Қырғызстанға аттанады. Ал көкпаршыларымыз екінші дайындық кезеңін өткізіп жатыр. Алғашында Алматы іргесіндегі олимпиадалық орталыққа жиналып, өзге спортшылармен бірге арнайы маманның көмегімен 20 шақты күн жаттықты. Қазір ат үстіндегі негізгі дайындықтарын пысықтауда. Яғни көкпар мен көкбөріден көшпенділер ойындарына дейін бас аяғы 4 жаттығу жиыны жоспарланған. Қазіргі таңда жобасы 40-тан астам ат жиналып, сол жерде енді іріктеулер басталады. Спорттық аттарды іріктеп, 2 команданы жасақтап шығарып, 3-ші этап ары қарай өтеміз. 3-ші этапта да атпен тактикалық дайындық өтеді. Және 4-ші соңғы этап бұл Қырғызстанның жеріне барып, жаңағы адаптация дейміз ғой, жаңа ауа райына, жерлігіне, жем-шөбіне, суына алдын ала барып, бір 10 күн дайындықтан өтеді. Азанда бір, түс қайта бір, 2 мезгіл жаттығу жасап жатырмыз. Балалар да соған көніп, қазіргі таңда уже бейімделіп қалды. Тек қана жеңіске деген жігеріміз күшті, барып елімізді, жерімізді, халқымызды қуантуға барынша күш жігеріміз саламыз. 6-шы дүниежүзілік көшпенділер ойындары Қырғызстанда 31 тамыз бен 6 қыркүйек аралығында өтеді. Ашылу салтанаты елдің тәуелсіздік күніне орай 31 тамызда Бішкектегі Бішкек арена стадионында ұйымдастырылады. Ал негізгі спорттық және мәдени шаралар Ыстықкөл облысында өтеді. Мерей Қанапия, Ғалымжан Абдулахат, 24 KZ.